Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен түрлі тағамдардың рецепттерімен бөлісемін. Бүгін сіздерге осындай өте керемет, дәмі тіл үйіретін творожный штрудель дайындайтын боламыз. Дастарханыңызға көрік беретін десерт міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқа, су, сұйық май және де кішкене тұзды сеуіп араластырамыз. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнды аз-аз мөлшерден қосып отырып, қамырды илейміз. Жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр дайын болғаннан кейін салмасын дайындауға көшеміз. Салмасы үшін бізге сүзбе керек. Сүзбенің үстіне жұмыртқаны жарып саламыз және де 2 ас қасық қаймақ саламыз. 2 ас қасық ұнтақ жармасы және де қантты салып, блендердің көмегімен біркелкі массаға келгенше жақсылап араластыратын боламыз. Келесі мейізді қосып араластырсақ, бізде осындай керемет салма дайын болады. Келесі кезекте үстелдің үстіне жақсылап тұрып көп мөлшерде ұн себеміз. Өйткені қамырымыз жабысып қалмау қажет. Қамырды өте жұқа етіп жаямыз. Бірдей қалыңдықта жұқа етіліп жайылғаннан кейін салманы саламыз. Видеода көрсетілгендей дәл осылай ортасына салып бүктейміз. Дәл менің көрсеткенімдей жасаңыздар. Соңында рулет ұқсатып ораймыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, осылай кішкене қызарып пісіп шығуы қажет. Енді үстіне өз қалауымызша қант ұнтағын себеміз. Мен қант ұнтағын және де үстіне какаоны сеуіп шықтым. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығы тексерілген, қоспалардың мөлшері нақты жазылған. Бір жасағаннан керемет шығатынына кепілдік беремін. Дәмі енді өте керемет, қонақтардың алдына ұялмай қойсаңыздар да болады. Ұнаса лайк басып өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте керемет рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!